Орта жолды ұстан. Ислам жеңілдік пен даналық діні. Қатаңдық пен адамдарға қысым жасау жат ағымның белгісі. Ақпаратты тексер. Діни кеңістікте бірнеше сенімді дерек көздерден қара. Фейк немесе сенімді емес ақпаратқа ерме. Өз ниетіңді дұрыста. Амалдарыңды Алла разылығы үшін жаса. Жат ағымның қатаң экстремистік ұстанымына ерме. Жақсы ортада бол. Сенімді, дәстүрлі мұсылман қауымымен қарым-қатынас жаса. Қиын сұрақтарды бірге талқылау арқылы адасудан сақтанасың. Қорытынды айтсақ, жат ағымдардан сақтану сабыр, білім және дұрыс ниет арқылы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Дін жеңілдік. Қиындық қылмаңдар. Дұрыс біліммен қарулан. Өзіңді және жақындарыңды адасудан қорға.